Инстаграмда, ютубта, жалпы комментарийларда жекеме көбінесе жас жігіттерден сообщение келеді. Яғни мені қарайтындар көбінесе жас жігіттер. Неге білмеймін, 25 жастан асқан адамдар мені көрмейді көбісі, себебі бұның жас кішкентай өмір жайлы не біледі, немесе эголары бар шығар, бірақ та жас жігіттер мені өте қатты көреді және мені мотивация алады. Сол жігіттердің көбісі маған не сұрайды? Менен ақыл кеңес сұрайды. Еркебұлан, сен сияқты болу үшін, сен сияқты арманымыздағы жаңа Porsche 911 айдау үшін, BMW айдау үшін, саяхаттау үшін, қалаған үйімізді алу үшін, $1 миллион компаниямыз болу үшін не жасауымыз керек? Қандай әрекеттер жасаймыз? Сен бөлші өзіңнің секретіңмен, лайфхактарыңмен дейді. Осы видеода мен лайв форматта шынайы өзімнің жастарға беретін 5 кеңесімен бөліскім келіп жатыр. Бұл кеңесті мен өзім істедім, мен бұны просто ауадан алмадым, себебі осы кеңес мені осындай нәтижеге қол жеткізді. Сол үшін видеоны соңынан көріңіздер, каналымызға тіркеліңіздер. Сіздер тіркелген сайын біздің осындай лайв форматта, кайф форматта видео түсіру количество видео дейді, яғни видеоның саны көбейе береді. Сол үшін де каналымызға тіркеліп кетіңіз. Әрқашанда жастарға беретін ең бірінші кеңесім ол ешқашан уақытыңды құр өткізбе. Бұл өте маңызды, себебі құр өткізілген уақыт ол шайтанның уақыты дейді. Яғни бұл уақытта сені азғырады, сен жаңа ойын ойнайсың, сен TikTok көресің, сен деградация, үйде жатасың, яғни быт-шыт боласың да. Яғни ешқашан уақытыңды бос өткізбе. Яғни мысалы таңертең тұрдың, мүмкін 12-де тұрып жатсың. Ол проблема емес. Яғни қанша тұрсаң да тұрдың. Тұрғаннан кейін сен не істейсің? Бірден жаңағындай телефон шықласаң, бірден ойын ойнасаң, істейтін тірлігің болмаса, істейтін жұмысың болмаса, сен ешқашан мен сияқты жетістікке жетпейсің. Сен ұмыта бер ол, жаңа қымбат машиналарды, қымбат өмірді. Себебі сенің қазіргі істеп жатқан әрекетіңмен сенің арманың сәйкес емес. Сенің арманың мынау, сенің әрекетің мынау. Сен мынандай нәтижеге қол жеткізгің келсе, сен осылай еңбек етуің керексің, осындай әрекеттер жасауың керексің. Сол үшін де уақытыңызды вообще, яғни мүлдем бос өткізбеңіз. Яғни бос уақытыңыз бола ма, міндетті түрде ютубтан подкаст көріңіздер, жаңағыдай бизнес форумдарға, бизнес тренингтарға барыңыз, яғни кітап сатып алыңыздар, кітапты көріңіздер, кітап оқыңыздар. Сөйтіп сіз бос уақытыңызды мүлде жібермеңіз. Тіпті болмай бара жатса, ағылшын тілін оқыңыз. Сізде кем дегенде ағылшын тілін біліп шығасыз. Болашақта сол ағылшын тілін білімін ақшаға да айналдыру мүмкіндігіңіз болады. Сол үшін де ешқалай уақытыңызды құр өткізбеңіз. Бұл бірінші кеңес. Екінші кеңесім ол ешқашан ішпе және шекпе. Мен өз басым ешқашан бірде-бір рет ішіп көрмеген, бірде-бір рет шегіп көрмеген адам ретінде 100% айта аламын. Енді кейбір адамдар сенбеуі мүмкін да, сен қалай бір затякта шекпедің ба, бір глотокта ішпедің ба деп айтады. Мен бір глотокта, бір затякта өмірімде шегіп көрмегенмін. Яғни осындай адам ретінде мен айтарым, ешқашан арзан, ешқашан оңай дофаминге қол сұға бермеңіз, яғни оңай дофаминге кетіп қала бермеңіз. Себебі сіздер оңай дофаминге, яғни оңай развлечение кетіп қала берген сайын, сіздер мына жақта нағыз дофаминнен бас тартасыз. Ол қандай нағыз дофамин? Ол яғни бір нақты мақсат қойып, соған план сызып, соған риск жасап, соған әрекет жасап, бизнес ашып, соңында өзіңіздің затыңызды сатып алып, сол сатып алған затыңызды айдап, яғни машинаңызды айдап, кайфовать ету сезімі, ол нағыз дофамин да. Немесе тренировкаға барып, тренировка біткеннен кейін шаршап тұрып, бірақ та душқа түскен кезде айнаға қарап, өзіңе риза болу. Бұл нағыз дофамин. Ал мынау дофамин, бұл өтірік дофамин. Сен алдың, шектің, сен яғни жеңілдеп қалдың, кайфыстадың. Ол дұрыс емес. Алдың, іштің, сен кайфыстап қалдың. Бұндай дофаминдер сені мынандай үлкен жетістіктерден тоқтайды. Енді кейбіреулер айтады да, бай адамдарда бар ғой дейді, шетін шегетін. Иә, бар. Бірақ та мынандай мәселеде ол бай адамдар біріншіден қаншалықты бақытты деген вопрос. Мысалы, мен өзім көрдім, көп ішетін адамдар ол бақытсыз. Иә, мүмкін финансовый благополучие дейді, яғни қаржылай еркін адам. Бірақ та оның отбасы нашар болуы мүмкін, оның денсаулығында проблема болуы мүмкін. Ол іште өзін, яғни рухани өзін кедей сезіну мүмкін да ол адам. Бұндай адамдар бақытсыз болады, қанша ақшасы болса да. Сол үшін де ешқалай араққа да, темекке де, жаман заттарға жоламаңыздар. Үшінші мен беретін жастарға кеңесім ол компьютерға, яғни баспен кіріп кетпе. Яғни PlayStation бар, тағы не бар, телефондағы ойындар, яғни ойынға баспен кірмеу керек. Мен Instagramда салам, мен PlayStation ойнайтынымды, компьютер ойнайтынымды арасында салам. Бірақ та менің ойнауым мысалы бір айда бір рет. Ойлаңыздаршы, бір айда бір рет ол мүлде білінбейді, яғни ол нормально. Мысалы PlayStation арасында 2 айда бір достарыңмен жиналған кезде ойнау ол жақсы. Ал күнде ойнау ол өте үлкен минус. Яғни сіз уақытыңызды өлтіріп жатсыз. Мысалы сіз алып бір ойындағы персонажды дамытып жатырсыз да,
соны дамытып жатсыз. Яғни мысалы сізде CSGO ойнасаңыз, яғни компьютер Counter Strike ойнасаңыз, сол жақтағы уровеньдарыңызды көтересіз. Сіз болмайтын персонажды дамытып жатсыз, сіз өзіңіз дамытсаңызшы. Яғни сіз ойындағы персонажды емес, өмірдегі өзіңіз дамытыңыз. Сол кезде сіз бақыттырақ сезінесіз. Иә, мүмкін қазір сіз неқта уайымдамайтын шығарсыздар. Мен зато бақытым ұнап жатыр деп. Бірақ та 10 жыл өтеді, 10 жылдан кейін өкінесіз. Неге мен бүкіл уақытымды компьютерде өткіздім? Неге мен дамымадым? Неге мен бизнес ашпадым? Неге мен өмірімді өзгертпедім деп өзіңіз қиналатын боласыз. Сол үшін де осы қиналу 10 жылдан кейін болмағанын қаласаңыз, онда сіз қазірден бастап ойынды және арзан дофаминді өміріңізден алып тастаңыз. Бұл менің 3-ші кеңесім. 4-ші беретін кеңесім ол әрқашан кітап оқу, яғни білім алу. Енді көп адамдар немесе кәсіпкерлер айтады да, мен бірде-бір кітап оқымадым, кітап күнде оқымаймын деген сияқты. Бірақ та біз назар түсінуіміз керек. Иә, кітап сен оқып байып кетпейсің. Оны барлығы түсінеді. Ол бәріне белгілі дүние. Бірақ та кітап оқу қандай пайдасын береді, соны айтқым келеді. Мысалы, бизнеста, кәсіпте мен өзім жүргеннен кейін білемін. Кәсіп ол 2 заттан тұрады нақты. Біреу инструмент, яғни маркетинг, команда құра білу, яғни товар, ниша дұрыс таңдау, трафик жіберу, яғни бұл сенің бизнес процестерің. Екінші мәселе, осы бизнес процесті біле тұра, адам неге жасамайды деген сұрақ. Ол уже психологиялық вопростар. Яғни адам өзіне сенбейді, бизнес жүріп кетуіне күмәні бар, рисковать етуге қорқады, миы негативке толып кеткен, мысалы таңертең тұрады да, неге олай, яғни бір әрекет жасауға оның миындағы шектеулер кедергі болып тұрады. Ал кітап осы жерде осы миындағы шектеуді кетіруге ең мықты құрал. Яғни сен кітапты оқисың, миындағы шектеулер кете береді. Ең мықты кітаптердің бірі мида шектеуді алып тастайтын, ол «Думай, богатей». Өзім барлық таныстарыма, жақындарым бәріне кеңес беремін. Сол үшін «Думай, богатей» кітабын аламыз да, бәрін қайта оқимыз. Мен оны өзім 7 рет оқыдым ол кітапты. Яғни мен каждый раз миыма бір негатив келсе, «Думай, богатей» кітабын оқимын. Себебі ол адамның үлкен жетістікке деген сенімін оятады. Міндетті түрде осы кітапты оқыңыздар, және де миыларыңыздағы осындай шектеулерді алып тастайды. Ары қарай инструментті үйрене салу қиын емес. Оны YouTube-тан да, немесе бір курс сатып алыңыздар, ол қиын емес. Ал миды дамыту ол ұзақ процесс. Сол үшін миды дамыту ол бірінші орында. 5-ші кеңес ол орта. Сенің ортаң қандай болса, сен сондай боласың. Яғни ол қаншалықты ауыр естілсе де, қаншалықты оңай естілсе де, бірақ ол солай. Яғни сіздер орталарыңызға мән бермесеңіздер, күнде араласатын орталарыңыз, кеттік клубқа, кеттік түнде жүріп қайтайық, кеттік компьютер ойын ойнайық, яғни арзан дофаминге шақыра берсе, ол сіздің досыңыз емес. Ол сізбен жайған уақыт өткізетін адам. Ертең сізге бір проблема болсын, ол адам жоқ болып кетеді. Себебі мен өз өмірімден ондай зат болған. Яғни сен үшін жайған развлечение, яғни жай қыдырыспен жүрген достар, олар соңына дейін қалмайды. Олар бір қиын сәт түссе жоқ болып кетеді. Ал сенімен бірге дамитын, бірге бизнес ашатын, ортақ идеяға жұмыс жасайтын дос, ол нағыз дос. Ондай дос қандай қиын жағдай болмасын, сені тастамайды. Кез келген сәтте саған қол ұшын беруге дайын болады. Сол үшін де ешқашан дұрыс емес достармен араласпаймыз. Тек қана сапалы, тек қана дамытатын, тек қана жетістікке итермелейтін ортамен араласамыз. Жалпы жастарға беретін кеңесім осы. Осы 5 кеңес істеп, күнделікті осы принциптермен өмір сүрсеңіздер, міндетті түрде сіздер жетістікке жетесіздер. Егер де сіз жетістікке жетпейсің бәрібір деп айтса, ол адам сіздің ортаңыз емес. Ол адамды тыңдап керек емес. Яғни мен өзім 100% айта аламын. Себебі мен бәрі ауадан келе салмады да, мен өзім бизнесімді аштым, барлық күн товар алып саттым. Қазір Аллаға шүкір өзімнің қалаған өмірімді сүріп жатырмын. Қалаған жеріме бара аламын, кез келген уақытта. Қалаған көлігімді айдай аламын. Яғни мен өзім нені қалаймын, соған қол жеткіздім. Альхамдулиллах деймін. Ең бірінші Алланың, екінші менің осындай дұрыс принциптермен дұрыс өмір сүруімнің арқасында. Сол үшін де осылай өмір сүріңіздер. Видео ұнаса каналымызға тіркеліңіздер, подписаться етіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер және де комментарийға өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіздер.